Кең қазақ даласында еркіндік пен сұлулықты серік еткен ахан сері өмір сүрді. Оның жан серігі желмен жарысқан сұлуда жүйрік құлагер еді. Құлагер жай ғана ат емес, иесінің рухы, елдің мақтанышы болатын. Ахан мен құлагер бірін-бірі сөзсіз түсінді. Сері атын еркелетіп, сырын бөліссе, құлагер кең далада қиялдай шауып, иесінің үмітін алға сүйреді. Бір күні ел асыға күткен аламан бәйге басталды. Қалың жұрт жиналып, жүйріктер жарысқа түсті. Құлагер бәйгеге қосылған сәттен-ақ бәрінен озып даралана шапты. Желмен жарысқан құлагер дала төсін дүбірлетіп, алға қарай құстай ұшты. Халық таңдай қағып, ахан сері үмітке толды. Бірақ қызғанышпен көре алмаушылық жарыстың жолына қара бұлттай үйірілді. Қара ниетті адамдар жүйріктің жолын кесті. Сол сәтте даланы үнсіздік басты. Жарық дүниені дүбірмен тербеген құлагер жер құшты. Бәйге думаны бір сәтте азаға айналды. Ахан сері сүйікті тұлпарының қасында жалғыз қалды. Оның дауысы далаға тарап, жүректі тіліп өтті. Құлагердің өлімі бір аттың ғана қазасы емес еді. Бұл әділетсіздіктің, қызғаныштың, қатыгездіктің салдары болатын. Дала тағы да тынышталды. Бірақ құлагердің рухы қазақ даласында мәңгі қалды. Ол еркіндіктің, адалдықтың, тазалықтың символы болып, халық жадында сақталды. Құлагер өлсе де, оның аты өлмеді. Әділет үшін соққан жүректерде ол мәңгі шауып барады. Құлагер өткеннің емес, бүгінгі жастың да поэмасы. Өйткені әділет, адалдық, еркіндік ешқашан ескірмейтін құндылықтар.